Бүгін сіздермен тауықтың төс етінен жасалған рулет дайындаймыз. Бірінші етімізді блендерден өткізіп дайындап қоямыз. Сырымызды теркадан өткізіп, үстіне жұмыртқа, татымына қарай тұз, бұрыш және ас көк салып, үстіне қаймақ салып араластырып, пешіміздің табасына қағаз төсеп, үстіне біркелкі етіп жайып шығамыз. Сырный начинкамызды 180 градусқа 15 минутқа пісіреміз. Сырный коржымыз дайын болғанша пиязымызды турап, пісіп тұрған майымызға қуырып аламыз. Қуырылған пиязымызды фаршқа салып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып, сырный начинкамыз жылы кезде үстіне фаршымызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп рулет орап, бетіне фольга жауып 180 градусқа жарты сағатқа пісіреміз. 2 минут қалған кезде фольганы ашып пісіреміз. Ас болсын. Сіздермен болған.